Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Кеше түнде өткен жекпе-жекке байланысты, яғни Бивол мен Бейтербиев арасындағы кездесу. Біріншіден, бұл жекпе-жек мен үшін соңғы 5 жылда өткен бокс жекпе-жектерінің үздіктерінің қатарына кіргізетін кездесу болды. Бүкіл әлем бойынша бокс жанкүйерлері бүгінгі таңда екіге бөлініп, бірі Бивол жеңді десе, бірі Артур Таза жеңді деген пікірлер алмасуда. Менің ойымша, Биволдың жанкүйерлері үшін Бивол жеңіске жетті. Бейтербиевтің жанкүйерлері үшін Бейтербиев жеңіске жетті. Себебі ол сондай өте жақын жекпе-жек болды. Біріншіден, Димаға келетін болсақ, ол көптеген раундтарда өзін активный көрсете отыра, қарымта шабуылдарын шебер орындап отырды. Мүмкін дәл соққылар саны жағынан да алда болып тұрғандай болып көрінеді. Ал Артур тарапына келетін болсақ, шын мәнінде Артур бұл жекпе-жек барысында жасы 40-қа келсе де, өте мықты боксшы екенін қайтадан дәлелдеді. Мен өзім Биволдың жанкүйері болдым. Таза бокс деп қарайтын болсақ, Бейтербиев нағыз профессионал ретінде чемпиондық раундтарда Биволды сындырды. Ашық және жалпақ тілмен айтқанда. Чемпиондық раундтардағы позиция Бейтербиев жағында болды. Және ол жекпе-жек нәтижесін толық өзгерте алды. Бірақ қос боксшы бір-бірін құлата алмай, шын мәнінде осы салмақ дәрежесіндегі әлемдегі үздік боксшылар екенін дәлелдеді. Бүгінгі күнде көптеген танымал боксшылар мен промоутерлердің, бокс аналитиктерінің жекпе-жекке байланысты пікірлері көп тарауда. Осы жекпе-жек барысында боксшыларға қаржылай жәрдем беріп, осы жекпе-жектің өтуіне бірінші себепші адам ол Турки Аш Аль-Шейх. Одан басқа әлемдегі мен деген телеарналар мен промоутерлерге де бұл жекпе-жек мүлде қызық болмады. Ал Туркидің айтуы бойынша, мен төрешілердің нәтижесімен келіспеймін дейді. 7-де 5 раунд саны бойынша Бивол жеңіске жетті. Сондықтан бұл жекпе-жек жалғасын табу керек. Яғни реванш, қарымта кездесу өткізуге егер боксшылар қарсы болмаса, мен өз тарапымнан жұмыстанамын деген екен. Мен өзім кешегі жекпе-жектен нағыз әлемдік деңгейдегі боксты көрдім. Алдағы уақытта бұл қос ресейлік боксшы әлемді бетіне қаратқандай 72 келі 600 грамм салмақ дәрежесінде Жәнібек Әлімханұлы мен Мейірім Нұрсұлтанов та осындай тарихты қайталауы мүмкін. 4 белбеуді ортаға салып, әлемнің абсолютті чемпион атану үшін Геннадий Головкин бастаған істі осы екі қазақтың бірі жалғастыра келе нүктесін қояды деп ойлаймын. Жеңіс күндеріміз көп болсын, қазақ бокс жасасын.